Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен ерекше жасалатын әрі өте әдемі шығатын кешкі асты сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып белсенді болып отырыңыздар. Ендеше тағамызды жасауға кірісейік. Біз ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, тұз және су керек болады. Ең алдымен тұзды суға саламыз да, тұзымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұзымызды суда ертіп алдық. Енді електен өткізілген ұнның ортасын осылай ашып аламыз да, осының ортасына енді жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстіне жаңағы тұзды суымызды құямыз да, енді қолымызбен күшті етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тығыз, қаттылау қамыр шығуы керек. Құрметті көрермендер, егер де сіздер бір жасағаннан шығатын рецепттерді, тәттілердің, кешкі астардың рецептілерін іздеп жүрсеңіздер, менің каналымнан таба аласыздар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Міне қамырымыз дайын. Біздің қамырымыз осылай тығыз, қатты болып шығады. Енді осы қамырымызды целлофан ішіне саламыз да, осы целлофан ішіне жарты сағат 40 минуттай тұруы керек. Енді тағамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, пияз, қызанақтар, картоп және дәмдеуіштер. Менде бұл жерде паприка, зира, қарабұрыш және тұз, сосын сұйық май керек болады. Ыдысымызға 4-3 майдалап туралған қызанағымызды, пиязымызды, етімізді және картопымызды саламыз да, барлығын салып, сосын үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз, сұйық майымызды құямыз. Сосын барлығын енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де сіздерге сәбіз, орам жапырақ ұнап тұрса, оны осы салмасына қоса беруге болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты. Осымен біздің тағамымыздың салмасы дайын болды. Өте әдемі шықты. Енді қамырын жаюға кірісетін боламыз. Біздің қамырымыз целлофанның ішінде шамамен бір жарты сағаттай тұрды. Енді целлофанның ішінен алып тастаймыз да, осылай қолымызбен илеп жіберіп, енді бөлшектерге бөлетін боламыз. Менде бүгін 4 кесе шығады, 4 кесенің ішіне салатын боламыз, сондықтан 4-ке бөлдім. Енді осы әр дөңгелектен кішкене кесіп аламыз. Өйткені қазір бізге әсемдеуге керек болады, сондықтан кішкене әрқайсынан алып қаламыз. Сосын қамырларымызды дөңгелектеп жаюға кірісетін боламыз. Кішкентай қамырларымызды осылай сопақша етіп қойсақ, қазір өзімізге ыңғайлы болады. Бірінші қамырды жайып жатқан кезде басқалары қатып қалмас үшін қалғандарын целлофанға орап қойыңыздар. Сол кезде оңай әдемі жайылады. Осылай жаңағы үлкен дөңгелек қамырымызды алып, дөңгелек етіп, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Аз-аздан ұн қоса отырып жайыңыздар. Бірақ тым көп ұн салып жаюдың қажеті жоқ. Аз-аздан осылай әдемілеп жаямыз. Міне осындай қалыңдықта шықты. Қатты қалың емес, бір жарты сантиметрдей шықты қалыңдығы. Енді осылай кесенің көмегімен қазір тағамызды жасаймыз. Ол үшін жаңа дөңгелек жасап алған жайылған қамырымыз бар ғой, соны кесенің ішіне саламыз. Осылай шет-шеті кішкене ғана шығып тұруы керек. Осы кесенің ішіне қазір салмасын салатын боламыз. Осылай ыңғайланып, әдемілеп шет-шетін шығарып, кесеге орналастырып аламыз қамырымызды. Енді ішіне салмасын саламыз. Жаңағы салманы 4-ке бөліп алыңыздар. Сол кезде ыңғайлы болады. Салмасын әдемілеп 4-ке бөліп алдық. Енді осы бір бөлігін осы кесенің ішіне саламыз. Кесенің ішіне салмасын салып толтырып алдық. Енді видеодағыдай барлығын жауатын боламыз. Осылай өріп қатты қысыңыздар. Бұл өткені қазір астына кетеді бұл жағы. Астына кеткенде ашылып кетпеуі керек. Сондықтан қатты қылып, тығыз қылып, қысып бір-біріне бекітіп шығу керек. Міне осылай әдемілеп бекітіп алғаннан соң кесені төңкереміз. Міне осы біздің беткі қабатымыз болады. Тура осылай қазір противеньге орналастырамыз. Қалған қамырларды да тура солай дөңгелектеп жайып, ішіне салмасын салып, осылай тығыз қылып бекітіп, противеньге орналастырамыз. Міндетті түрде түбін қатты қылып қысып бекітіңіздер. Қатты емес, жұмсақ бекітіп қойсаңыздар, қазір пісіп жатқан кезде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан тығыз қылып бекітіңіздер. Міне противеньге әдемілеп салып алдық. Енді жаңа майда қамырларды алып қойдық қой. Соны әрқайсысын осылай ұзынша етіп жаямыз да, бетіне дөңгелек етіп, ұстайтыны етіп, әдемілеп дөңгелек етіп жабыстырып қоямыз. Бұл қамырды жабыспай жатса, сумен жабыстырып жіберіңіздер. Сосын осылай ұзынша етіп
жайып аламыз. Жаңа қалған қамырымызды енді ұзынша жайып алдық та бір-біріне орап біздің ыдысымызды сәндейміз. Бұл бізде ыдыс болады, ыдыстың ішіне тағам болады. Осындай ерекше әдемі тағам шығады. Міне осылай біздің кішкентай кеселеріміз дайын болып қалды. Қалғандарын да тура солай екі қамырымызды орап, сосын осылай әдемілеп бір-біріне бекітіп сумен жабыстырамыз. Жабыспай жатса міндетті түрде сумен жабыстырыңыздар. Кеселеріміз дайын болды. Енді бетіне әдемілеп барлық жеріне жететіндей етіп жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде бетіне жұмыртқа жағыңыздар, өйткені қазір кеселеріміз піскен кезде әдемі болып жылтырап тұрады. Сосын бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша күнжіт сеуіп әдемілеп әсемдейміз. Тағамызды 180 градуста 1 сағат немесе 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Міне осылай әп-әдемі болып қызарып пісіп шықты. Осылай әдемілеп дастарханға ұсыныңыздар, қонақ дастарханға да ұсынсаңыздар өте әдемі кетеді. Осылай бетін кесіп аламыз. Бұл бізде қақпағы тағамымыздың, яғни кесеміздің. Осылай кесенің ішінде әдемі қуырдақ, яғни тағамымыз ішінде болады. Өте дәмді, күшті болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.